Assalamu alaikum. 95 Ramazan. Yani kankalayacağız. Aman eşit. Ama dede cağda yakma. Yakmayma. Yemeklerde yiyince kanka senin. Gözü diye kulağı da var bayağı. 88'de gitti. 90'da var. 90'da var. 100 bu kadar. Orhan. Kaç karı geldi? O aslanıma kim bakmasın böyle. Assalamu alaikum. Gözün olmazsa başka gelmiş ol. Assalamu alaikum. O da adamlar dişeşke vergen farklı. Kızma. Bana babanın batası. Ağayındır da Rahman. Tügül. Azrail tutacaksın be. Sen bu kayıtlığı bildin ya. Yere, orada dur. Jiyenleriniz yol gün. Aman sen bolunuzlar, vakvatlı bolunuzlar. Kabul olsun, niyetleriniz kabul olsun. Geç, ayıp yok. Ayıp yok. Selamun aleyküm. Niyetleriniz kabul olsun. Kulak alırsan. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Anay, farkındasın. Kaygan Ay bu çocuk böyle bir koykarıydı. Bu çocuk verin kazaksında. Şimdi. Bana o yeni taşlı olsun. Dur bayağı. Assalamu alaikum. Sen ilk kemu gel. Assalamu alaikum. Anlarından durup Aygar'a fonda bir suret götürecekler. Hazır bir işim. Tosma oturası mı? Açırınız durun. Bunlar fonda durup... Soldaki bir orun birikten bir orun bulama. Geliniz.
Әлеумет Атырау мен Алтайдың кең даласын алып жатқан қасиетті қазақ елінің төрт қақпалы киелі Түркістанымыздың төңірегі Қаратаудың беткейі Бабайқорған ауылында бүгінгі Нұрбай ата кесенесінің ашылу салтанатына қош келіпсіздер. Барша елімізден бүгінгі осы бір қуанышымызға алысты жақындатып, туыстық жақындықты бауыр тартып, бүгін мінекей үлкен ат артып алыс жақыннан ағаларымыз, ел ағаларып, аса құрметпен бүгінгі қуанышымызға қош келіп жатыр. 18 ғасырдың басында ел басқарып датқа би болған біздің Нұрбай атамыздың бүгінгі кесенесіне еңбек етіп, елімізге қанша ағаларымыз еңбек сіңіріп жатса, бүгінгі мінекей осынау кесенеміздің ашылу салтанатына аса құрметпен кеп, ақ тілегімен келіп отырған Қазақстан Республикасының Конституциясының негізін қалаған академик Сұлтан Сартаев ағамызға бір қошеметтеп қойсаңыздар. Және де ауыл ақсақалы, ел ағасы, Нұрбай атамыздың ұрпағы қазіргі таңда Бабайқорған ауылындағы үлкен ақсақалымыз Есентай көкеміз. Және де Қазақстан Республикасы бойынша Сунағата ұрпақтарының көшбасшысы президенті Наятулла Қарақожаев ағамызда. Және де оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Сунағата ұрпақтарының басшысы Тілеуберген Құдайберген ағаларымызда. Осы оғыл ардақтап қошеметтеп ортаға қарсы алып қойсақ. Келіңіздер ағалар. Алғашқы ақ тілек ағаларымызда. Микрофон жақындасай. Құрметті қауым, мынау адам болғалы өздерінің өткен бабаларын, аталарын, аналарын құрметтеумен өткен. Міне бүгінгі біздің жиналып отырған жиынымыз сол арамыздан кеткенменен әлі ізі жойылмаған, айтқан ісі алға қарай басып жүрген мына тұрған міне Нұрбай атамыз. Міне осы кісінің өнегелі ісін, істеген жұмысын, өсірген елін әр уақытта дәріптеу үшін әрбір юбилейный даталарда осылай етіп жиналып тұратын болатын шығарымыз деп ойлаймын. Өйткені біздің аталарымыз, бабаларымыз, арттағы қалған балаларымыз, шөберелеріміз өссін, өнсін, халықтың жақсылық ісін ұмытпасын деген ойменен дүниеден өткен азаматтар. Міне сондықтан да бүгін мынау Нұрбай атамыздың кесенесіне жиналып келіп отырмыз. Мұндағы біздің мақсатымыз ол кісінің істеген ісін, өнегелі жұмыстарын, өсірген бала-шағаларын, туған туысқандарын, жора жолдастарын жинап, міне бүгінгі күні сіздерменен осы жерде жиналып отырмыз. Мен бір кезде өзімнің ойымды өмірге былай деп түйіндеген едім. Өмір деген алып көш, тас бұғауды бұзатын, басса да жерді қалыңмыз жарып оны шығатын. Өмірге деген ынталық, шөпке де әлсіз күш берер, күштілігі соншалық жолында жатса тас тесер. Кейде шығар емендер биіктеп тұрған жартасқа, неге шықты демеңдер таппағандай жер басқа. Көрсін деп тұр емендер, алыптығын өмірдің, білсін деп тұр менмендер күштілігін өмірдің. Міне өмір осы, сізбен біздер осы өмірді алға қарай, ары қарай созып отырған. Сондықтан біздің әрқайсымыздың ойлайтынымыз да, іске алға қарай бастыратынымыз да, өзімізден соңғы азаматтар, өзінің бабаларын, аналарын, өмірде із қалдырған азаматтарын ұмытпасын деген ойменен мені бүгін тағы жиналып отырмыз. Мені сондықтан менің сіздердің барлықтарыңызға тілейтінім, әр уақытта өмірді бабаларымыз айтқандай сақтай білейік, өмірді құрметтей білейік, ізгі істерімізді
халық арасында тарата білейік деген ойменен міне бүгін тағы да жиналып отырмыз. Міне сондықтан да болар осынша халықтың жиналғаны, келгені бұл біздің бабаларымызға, өткен ата-аналарымызға деген үлкен құрметтіміз, үлкен жұмыстарымыздың бірі. Міне сондықтан мен сіздерді бүгінгі ұлы тоймен құттықтаймын. Өйткені егер артында қалған балалары, немере шөберелері, міне сіздер сияқтанған туысқандары жиналмаса, құрметтемесе, ол азаматтың аты шықпай қалған болар еді. Біз қазақ халқы әр уақытта өткенімізді бағалайтын, өткен ата-аналарымызды құрметтейтін, солардың ісін алға қарай создыра білетін азаматтарымыз деп бүгін келіп отырмыз. Міне сондықтан сіздердің барлықтарыңызға үлкен денсаушылық, үлкен үлгілі істер, сонда ғана халқымыз мынау үлкен атамызды ешкім ұмытпайды. Ол кісінің істеген ісін, өнегелі жұмыстарын халық алдында әр уақытта дәріптеу болады. Міне сондықтан ендігі айтатыным, сіздер аман болыңыздар. Сіздердің ұлдарыңыз, қыздарыңыз, небере шөберелеріңіз аман болсын. Міне сонда олар өнегелі іс жасасын. Сонда біз осындай ата-аналарымызды, бабаларымызды ұмытпаймыз. Сіздер аман болыңыздар. Өткен дүниені дәріптей біліңіздер. Ата-аналарды құрметтей біліңіздер. Үлкен рахмет сіздерге. Ассаламу алейкум, құрметті көпшілік. Мен сіздерді алыстан жақыннан Нұрбай атамыздың кесенің ашылуына келген ағайын туысқандар, қымбат уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін бас иіп үлкен рахмет айтамын. Өлі риза болмай, тірі риза болмайды деген сөз бар. Сол сөз, қанатты сөзді басшылыққа ала отырып, Нұрбай атамның ұрпақтары кесені жасауды ұйғарып, міне кесенен бүгін ашылу рәсіміне жиналып отырмыз. Ал енді бұл кесененің ашылуында Әймен, Жәрменнің ұрпақтары белсенділік көрсетті. Сол белсенділік көрсетудің арқасында кесене уақытысында жақсы болып шықты. Мені бұдан да бұрын халық үйі мешіт салып берді. Ал енді Бабай атаға кесене салып берді. Жылаған көзге жас беремін, ішем деген ауызға ас беремін деген Алла сол Нұрбай атаның ұрпақтарына, Әймен Жәрменнің ұрпақтарына ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Елімізді, халқымызға, елімізге Алла тыныштық берсін, ынтымақ, бірлік болсын. Ал қалған халқымызға, Нұрбай атаның ұрпағына ұзақ өмір, зор денсаулық берсін. Тілегім сол. Аумин. Нұрбай бабамыздан 10 бала тарап, одан ең кеже баласы Бабай Батыр елімізді қорғап, жұртымызды қорғап, жерімізді қорғап, былайша айтқан кезде бұл әулетті созып, иге тірлігін қосып, жеткізіп, айту өте ұзақ уақыт берді. Мына бүгін істеп жатқан тірліктің өзі осы әулеттің, осы ағайындардың ауыз бірлігін, ынтымақ бірлігін, қажырлығын, қайраттылығын, сізбіздікке ата-бабаны құрметтеуге лайықты екенін көрінген қадамның бірі. Сонымен қатар мен айтып кетейін, өткен жылы бабамызға ас өткіздік. Сол аста осы оңтүстік ағайындар, онысында осы Нұрбай ақсақалдың ұрпақтары қажырлы еңбек етіп, көп қызмет жасады. Бірақ нәрсе айтып кетуім керек, осы әулет біздің кесененің алдында біз енді оқсыр бағасында айтқан жоқ, біз өзіміз жоғалап 3,5 миллион, 4 миллион ортасындағы қаражат жұмсалды деп ойладық. Тек қана кесененің алдында мрамордан салынған ступеньдің өзі қаншалық еңбек екенін көрініп тұр. Бұл үлкенді құрметтеу, әруақты қасиеттеу, бабалардың ұлықтаудың бір белгісі болып отыр. Сондықтан
жалпы оңтүстік ағайындарға, жалпы осы Нұрбай баба ұрпақтарына мына қадамдарыңыз сәтті болсын, игі тірліктеріңіз көп болсын, әрқайсыңыздың отбасыларында жақсылық, қуаныш мол болсын. Сіздерден дарыған ұрпақтарда дәл өздеріңіз сияқты азаматтардың алды болып, елдің озығы болып, бір-бірін құрметтеу, қасиеттеуге жарай берсін. Ал енді мына бүгінгі ас құтты болсын, барлығымызға да жұғысты болсын, ұлағатты іс жалғасын таба берсін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Міне бүгін рухани Астана Түркістан, Қаратаудың бөктерінде Сунақ ұрпағы, Самиддин ұрпағы, Қайғақты Бабай Батырдың әкесі Нұрбай атаның үлкен кесенесінің ашылу несін тойда тұрмыз ағайын. Ал енді Сұлтекеңдей тұлға ағамыздан кейін сөйлеудің өзі, сөз табудың өзі сәл қиынырақ. Бірақ дегенмен осы кісілердің келуі, мынау бүткіл келген ағайын туысқан қадірлі. Естеріңізде болса, Нұрбай атаны кіші ұлы әйгілі Бабай Батыр бабамыздың кесенесін осыдан 14 жыл бұрын үлкен осындай той жасап өткізген сондай ұрпақ бұл Нұрбай ата ұрпағы. Ал енді бұны айта берсек, Құда қаласа бәрі жақсылық. Бұның барлығы айланып келгені осы тірліктің бәрі ынтымаққа келіп отыр, бірлікке келіп отыр. Мына қалатын арқамызда ұрпаққа үлгі болсын деп отыр. Сондықтан осыған ат салысып қызмет жасаған барлық Нұрбай ағайын, басқа ағайындардың барлықтарыңызға үлкен рахмет. Арқамызда осындай жақсылықтар бола берсін. Ал енді қазір мынау ашылғасын ар жағында Құда қаласа үлкен шаралар бар. Оны мына жүргізуші айтады. Осымен Құда қаласа мына ақсақалдардың рұқсатымен мына үлкен Алматыдан келген қонақтар, Қызылорда, Жаңақорған барлық Қазақстан бойынша келіп жатыр ағайын. Бұл ненің белгісі, бұл ынтымақ бірліктің белгісі. Соны бастап берген Нұрбай атаның ұрпақтары жалғаса берсін деп, бұдан кейін Құда қаласа осындай жақсылықта басымыз қосыла берсін. Осы жиынды ашық деп жариялаймыз. Бұдан кейінгі сөзді жүргізушіге берсек. Рахмет. Асықпаңыз көке, бүгін мынау өзі қазақта, айтайын деп отырмыз, асықпаңыз. Әрбір азаматтың үш жұрты бар екені белгілі. Мынау біздің Нұрбай атамыздың нағашы жұрты Алшын әулеті. Алшын әулетінің қазіргі таңда көшбасшысы ақсақал қариямыз тасыған өзен судай тілектері сарқыраған, ордені кеудесінде жарқыраған біздің Боранбай көкеміз. Ал енді алыс жақыннан келіп жатқан Сунақ бабамыздың туған туысқандары істеп жатқан мынау ас беріп кесенені ашып жатқан туған туысқандарына мынау нелеріңіз, тойларыңыз деп айтуға болады. Құтты болсын, құдайларыңыз қабыл болсын, мұраттарыңыз асыл болсын. Біз өзі дегенде бұл Нұрбай атамыз кеше өзі Алшыннан жиен болып өткен екен. О кісінің балдары Алшыннан қыз алып өсіп өнген екен осы. Сол кеше өшерде бір дұрыс жақсы жігіттер сұрастыра келіп, мені тауып алып шақыртқан екен. Сол жиындарыңызға келіп тұрған жағдайымыз бар. Жиынның арты той болсын. Мынау бала-шаға үрім-бұтақтар айналайын өсіп өніңіздер. Кішкентайларыңыз жиен болып келесіздер, үлкендеріңіз бізге, біз сіздерге нағашы болып келеміз. Не дейміз енді? Істеп жатқан мынау жиындарыңыз қабыл болсын, өсіп өніңіздер. Сіздер жиен болсаңыздар, біз нағашы болуға әр уақытта дайынбыз. Шымкент қаласының жанында тұрамыз. Қабыл болсын, ниеттеріңіз айналайын, мұраттарыңыз асыл болсын. Рахмет. Әрекелді, әрбір нағашы осындай болсын. Құрмет мынау әлеумет, әрине ағаны құрметтеген інілер иығына шапан жабатыны белгілі. Бүгін мінекей сонау Алматыдан ат артып қуанышымызға кеп кесенеміздің ашылу салтанатын ашып берген Сұлтан Сартаев ағамызға шапан жауып жатыр. Шапалақ болса, ауыл ақсақалы Есентай көкемізге, сонау Қызылорда облысынан келіп отырған
Наятул ағамызға және де мінекей Тілеуберген ағаларымызға шафан жабылып құрмет көрсетіледі. Қабыл алыңыздар мінекей. Қадірлі мынау бүгінгі Нұрбай ата кесенесінің ашылу салтанатына жиылып отырған жамағат. Жаңа ағаларымыз Нұрбай ата жайлы біраз тереңірек қозғап айтып өтті. Ол кісінің қазіргі таңда 6000-дай ұрпағы бар екен, 1000 үй отбасы бар екен. Бүгін мінекей сол ұрпақтардың барлығына да басшылық жасап жүрген. Осы кесенесін тұрғызуға тікелей атсалысқан ауылымыздағы Нұрбай ата ұрпақтарының басшысы Бөгенбай ағамызды бір ортаға қарсы алып қойсақ. Бөкеннің кіріспе сөзі бар. Бөкен қайда екен? Келіңіз. Мінекей бұл кесене жақсының жақсылығын айтып нұр тасысын дейді ғой. Бұл кесенеге жалғыз Бөкеннің емес, барша осы Нұрбай ата ұрпақтарының еңбегі сіңген. Сондықтан мінекей Бөкен осы жайлы кірісіп айтып өтеді. Рахмет. Мына тамада дұрыс айтып жатыр. Бұл жалғыз ағаш үй болмас, жалғыз адам ел болмас дейді. Сол секілді бүкіл ағайындарды мынау осы Бабай халқымыздың осы көпшіліктің арқасында бітіп өткен жақсы. Барлықтарына рахмет алғысымызды білдіреміз. Сонымен қоса енді уақытты көп алмау үшін кішкене сұраныс жасап еді. Нұрбай ата жөнінде қысқа айтайын. Өзі Нұрбай ата 18 ғасырдың алғашқы жартысында дүниеге келген. Әкесі Шүкірбай Жаугөршікте қаза табады, шешесі Бибажар анамыз жас баласы Нұрбаймен жаудан қашып төркін Алшындарға барады. Жас кезінде біздің Нұрбай атамыз Алшын ауылында нағашылардың қолында тәрбиеленіп өседі. Ер жетіп есейіп Алшынның қызына үйленеді. Үйленген соң Бибажар анамыз түркіндерін айтпастан Әбдуәлі ханға сәлем жолдап Алшындардың қолындағы Нұрбайды елін тауып еліне қосылсын деп Шүкірбайдан қалған жалғызын алып кеткен үшін Әбдуәлі ханға хабар жібереді. Сонан сынақтардың үш кісі Нұрбайды іздеп жолға шыққан. Іздеп келіп ауылға жерде Алшындар осында қалсын, алдына мал берейік, жер берейік, өз алдына отау құрып өз-өзіне сынақтар Әбдуәлі ханның алып келіңдер деген алға тартып алып қайтайық дейді. Сонан Нұрбай екі жаққа да алғысын білдіре отырып көңілдерін қалдырмай бұл жайды шешуге билікті өзіме беріңіздер деп өз айтады. Алшында да қалмай сығанаққа барып тұрмай-ақ өз алдыма Сонақи Нұрбай болайын. Маған енші беріңдер, жер беріңдер дедім деп. Ағалары нағашыларына салмағын салмай Қаратаудың қойнынан Қосбезінге дейін егін мал ұстап өз алдына ел бол деп Қаратаудың қойнынан өзен басынан қазіргі мынау Жаңақорған өзенінің күнгей шығыс және батыс жағын сасықтардан сатып алып береді. Сөйтіп Жаңақорған төңірегінде қоныстанбай Қараудыда қоныстанған екен. Жаңақорған төңірегінде Нұрбайлықтардың қоныстанбауы себебі осыған байланысты болған секілді. Нұрбай атамыз өте ірі нан қара екі иығына екі адам мінгенде сымбатты екен. Нұрбай атамыздың үлкендігі сонша лақап болып танымағандар сол жерге бір дәу қара кісі келіп қоныстан деп дәу қара аталып кетеді. Кеткен көрінеді. Сол Қаратаудағы қазіргі дәу қара болып аталып жүрген жер сол Нұрбай атамыздың атамекен екен. Нұрбай атамыз жастайынан зерек, алғыр, ауыл моласынан да сауат алған, Қарнақтағы медреседен де сауат ашқан екен дейді. Жастайынан өзі елге қадірлі болған, жастайынан ат құлағына ойнап сол кездегі батырлығы қасиеттерге ие болған. Жұртқа өте беделді, қадірлі, мейірбан, дастарханы кең, меймандас кісі әр ел арасындағы дау-дамайларды шешіп отырумен қатар, көршілес елмен рулар арасындағы татулықты, бітімгершілікті жасап отырған. Егін шаруашылығын, мал шаруашылығын дамытуды қолға алып, елге қажетті ұстаз шеберлерді, мата тоқитын мүшелерді, зергерлер мен диқандарды, темірболат өндірушілер тағы басқа өнер адамдарды тартып тобына қоса берген. Және өзі жаңағыда айтып өтіп отырмыз, датқа болған дейді. Сырттан келгендерге қыз беріп, мал және жер беріп, оларды тобына қоса берген. Сол кезеңдерде жібек жолының бойында осы Қаратаудан ары Созаққа қарай, Таразға қарай өтетін келіндер топтап, саудагерлердің сауда жасайтын, сатып жасайтын орталықтары бірі және түнеп демалатын сарайы, саудагерлер алып келе жатқан асықтарын сарайдың маңындағы диірмендерге тартып, сататын сатып, ары қарай қалғандарын алып кетіп отырған. Сол Нұрбай атамыздың енді Құдайға шүкір жаңа айтып кетті, осы уақытқа дейін жаңағы 1000-ға жуық отбасы бар екен, 6000-да ұрпағы бар екен. Бұның енді ата-атаға бөліп айтпай-ақ қойын. Сонымен қоса сөзімнің соңында айтарым, заманның датқасы, ел жұртының тұтқасы, аты қалған ұрпаққа мақтан тұтар тұлғасы, зерек болған жастайда, төрелік еткен талайға, бола білген панада, кемтар менен жоқтарға, өзіңіздей асылға, келіп тұрмыз қасыңа, көктас пенен күмбезің белгі болсын басыңа. Қабыл болған батасы, Сунақ ата бабасы,
аты қалған мәңгіге Нұрбай елдің атасы. Рахмет. Бәрекелді. Мынау құрметті бүгінгі жиынға жиылып отырған жамағат Нұрбай атамыздың кесенесінің ашылу салтанатына қазір орталықта үлкен алаңда концерт беріледі, ас беріледі, көкпар, бәйге. Ал енді бұл жерде Батагөй қариямыз, ауылымыздың ақсақалы, біздің Нұрбай атамыздың тікелей ұрпағы Тасболат деген атамыз бата берсе, одан кейін имамдарымыз атамызға бағыштап Құран оқыса, содан кейін сол орталықта аяқтатсақ деп отырмыз. Сондықтан мінекей Тасболат көке, аумин. Құрметті көпшілік, мынау өлі ырза болмай тірі баймайды деген сөз бар. Ал енді бабамыз Нұрбайдың әруағы ырза болсын деп, сол әруақты сыйлап, мен бір Құран шығарып келем. Сол Құранды оқиын мен. Сол Құранды бағыштайық, қысқа ғана бір хатым сағырмен. Әузу биллахи минаш шайтанир рajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Resulü bima inzile aleyhi min rabbihi vel mu'minun. Kullun amana billahi ve malaikatihi ve ektibihi ve ersulihi. Lanu farruhi baynahi khadim min Resul. وخلوا سمعنا طاعنا غفرانك ربنا وليك المسير لا يكله نفسا إلا سلها ما كسبت علينا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والأخوات المتقين والصلاة والسلام علينا خير خلقه محمد على آله أصحابه أجمعين يا الله وسوخان خاتم ساقırдың сауабын атамыз Нұрбайдың әруағына, Нұрбайдың әкесі Шүкірқұлбайдың әруағына, Нұрбайдың 10 ұлы Жолдының рухына, Ырыскелді Малтабардың рухына, Тастемір мен Өстемірдің рухына, Бабай мен Жұмантайдың рухына, Оразбай мен Байсалдың рухына, Бектемірдің рухына Алла сауабын нәсіп еткей. Осы сауаптан, осы қол жайған жамағаттың да ата-аналарының рухына Алла нәсіп еткей. Аллах! Esra'nın gazı senede avlu imamı ağabey ağalarımızdan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La yestavi ashabun nar ashabul cennet. Ashabul cennetin faizun. لو أنزلنا هذا القرآن لجبل لرأيته خشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فالله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم فالله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون فالله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى الظالمين يا ربنا سميع العليم وإنك أنت التواب الرحيم يا فرد الله armaya okulan Kur'an kabira hatımda Allah Teala kabul etkeysin babamızın adına. Ya Rabbi özüne gene jatıp yalvarmamız özünden gene jerdem sırayımız özüne gene iman getiremiz Allah. Ya Nurbay babamızın, babalarımızın, o kişilerin ata-analarının, ata-babalarının dünyada etken ufaklarına La ilahe illallah Muhammed Resulullah degen kalmayı Müslümanlara bu Kur'an'dan bulan sevaplarını Allah nasip etsin. Allahümme Rabbena atina fid dünya sana ve fil ahireti haseneten azaben nar rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu Ekber. Babaydın imamı Hacı. 30 gün bir Kur'an okusun. Ne kadar okusun da var. Okusun da şaşırdı. Ha, okusun da okusun. Ne kadar okusun da var. Şimdi duramayı durmuş. Аржақпырда оқылады. Қазір мынау құрмет жамағат Нұрбай ата кесенесімен жақсылап естелікке суретке түсіп қалыңыздар. Мынау алыстан келген ағалар бар, көкелермен баршаларыңызға үзіліс.
Şeker Nurlan, Naklav'da Dinavatan'ın niyetlerini kabul olsun, Rab'dan asıl olsun, Allah'ısına ülken babalar arına bas vermesinler. Arvaqlar ızdağımay, arvaq ızdağımay tırbaymaydı deydi. Bunu Xuda qalasa sol şarafatların, istep atkan hareketlerin bäri kabul bolup, Xuda qalasa sol özlerine keyingi urpaqtarga жалғаса берсін. Осында үлкен той бола берсін. Әр уақытта бұл тойдан кейін ауылда әрқайсының өздерінің үйлерінде той болсын. Дендеріне сау болып, семьяларында бақыт болсын. Ата орта, оның үстінде сөз жоқ, Сулаққа жиен екенбізді. Осы бабай деген аттың өз Сулақтың батыры, бабайдың атын берілуді негізінде шешемнің әкесінің арқасында елді мекенге бабай атын берді. Осы жерге келіп хаятты береміз деп бәрі анау мынау болақты кеңес өкіметі ғой. Ананың мынаның құлтыны Қошқарбай бәзім қандерден айдап алып. Көкен келіп дейді, қолында қамшы бар дейді. Дат деп дейді. Датыңызды айтыңыз деген. Елді қорғаған, елдің намысын қорғаған, бабай батырдан басқа кімнің атын бересің деп жүр. Бабай берілсін деген. Болды бабай деп, бабай берді. Соған мен өзім бір шетін мақтап қалдым. Сондықтан не бабалар жаңа айтқанда ата ортақ дегенде, әруақ деген нәрсе бәріміз деген ниеттеріңіз қабыл болып, үй суларыңыз, бірігулеріңіз ғасырлық болсын деп. Сулақ болып, қожа болып, бөлінбей, атаға неге бөлінбей, бір ру болып, бір жоқтаушы, бір сұраушы, бұл керемет нәрсе. Біздің сол қауымдастан деген тарақты болып, жағалбайлы болып, естіп қабағымен келіп деген бір ауыз сіздерге ізгі ниет, ықыласымызды білдіріп осы келіп отырғанымыз. Құда қаласа, бұдан да осы жиналып тұру жылдыққа нәсіп етсін. Басқа таларса жиналып тұрсаңыздар, керемет болады қояңыз. Бала шағаларыңызды рахатын көріп, ұрпақты да осы ізгіде тәрбиеленулеріңізді тілектесін. Şaşıp kaşaynalayın gülümdegin Kelin sodan beri gözüm duymam Gözümden aynalayın gülümdegin Ben sizlerge, oğan değil sizlerge ötünüş Al hürmetli qonaqlar, Xudoy qalasa o'sha astarqat bo'lib bastadi. Al chetdan bastadi. Bir-iki yo'lga ketdi-yu. Aldım berishsa aldım. Давай. Gel. Qarga boshqa. Qarni bunday qarab berindiki. Et salcımız. Arabasınız arabasına Yaman. Yaman arabasına geldi çağırın. Açık bir bakın. Arşaqa bir bala giriş, kinak kesin barlıq. Bir şeyden. Bir şeyden başla. Mirza ağamız ayda, Mirza ağa.
Болды, бірінші рет толтырыңдар. Былайына жүр. Не, не, тамақтасыңдар.